Бүгін 21 маусым 2024 жыл. Бүгін мен Химпоселктағы мәдениет үйіне келе жатырмын. Қолөнершілердің байқауы болады. Қандай әдемі. Көпір, айналма көпір. Таңғы сағат 8. Біздің Тараз сондай таза, әдемі еді. Сондай керемет. Сұлу. Маған ұнайды Тараз. Кіші қала болса да, бүкіл Қазақстан бойынша 2000 жылдан аса тарихы бар қала. Көркемде Құмыралар түйелер güzel edildi. Арай плаза. Өзінде тау тұрады, пожалуйста. Тау көрініп тұр. Жақыннан түсірді. Мынау Арай плаза. Арай плаза. Байқауға келе жатқан адам мен мына қазақша ұлттық киімді киіп келе жатырмын. Жаулығымды тағып, күміс алқамды тағып, күміс сырғамды тағып, мені Талғат балам әкеп келе жатыр. Мына Химпоселк. Елу бес осы жерден бұрылады, бұлайқа? Иә. Мына жақта уже жаңа горбаница. Лиман. Білесіз қоя? Медучилищеде оқығанда осы жердің бәрін жаяу жүруші едік. Мына мәдениет үйіне де келіп қалдық. Мынау ғой. Бұл қазір Ықылас Дүкенов атындағы не шығар, ана ескерткіш. Бүгін 21 маусым 2024 жыл. Мені біз Ықылас Дүкенұлы, ұлы сазгер, қобызшы атындағы мәдениет үйіне келіп тұрмыз. Мына қобызшының ескерткіші. Міне мынау мәдениет үйі. Фонтан. Тубырқақ. Міне дом культура. Ықылас Дүкенұлы атындағы қалалық мәдениет үйі. Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны. Мына менің басты жұмысым. Булавки нету ни у кого? Қызақ, всегда бар кезде бұлай болады. О, міне. О. Ал, давай. Сидя, лежа. О, күшті кетті. Ал. Bir. Al. 1, 2,
3. Какие-то левые. Qadrmenді қауым, өздеріңізге деген ыстық лебізін. Ең үздік жүн басушы номинациясы бойынша Құмысбаева Рабиға ханым өзінің жұмысын көрсетеді. Жәмиля, давайте делать. Рабиға Иманалиева. Жүн басушы номинациясы бойынша Фидалия, Измайлова Фидалия. У нас коллективная работа, это как вот подготовка к аккредитации идет. Халваш, который дает счастье, свободу и в доме дает. Потом еще амулеты, тумары сделаны. Вот. Есть еще космический у нас вот, солнечный человек. Ну вот так. И еще вот такие вот овальные сделаны. Это как для пола, можно сидеть возле прикроватной. Это все придавало казахскому уюту. При этом я вот обоих. Енді заманауи тоқыма өнер шеберлігінің номинациясы басталды. Ол жерде бірінші жұмысты бізде Жантаева Эльмира, Жартастағы таңғылар и Шатыргүл топтамасымен сіздерге Жантаева. Менің аты жөнім Жантаева Эльмира. Мен түкті кілеммен айналысам. Түкті кілем бұрынғы кезде ата-бабаларымыздан киіз үйде қолданған. Қазіргі заманның кезеңге қарай түкті кілем қазір қолданыстан шығып қалды. Сондықтан да бұны қазір заманауи қазір біз қолданып жүрміз. Сондайға сәйкестендіріп түкті кілемді бұрынғы ата-бабаларымыз тоқыған әдіспен, мына артында көрген сондай әдіспен жапып жатқан жайым бар. Енді менің сіздерге осы байқауға алып шыққаным Тараз өңіріндегі Жартастағы таңбалардан осындай бір композиция жасадым. Егер мынаны композиция күйінде алып кетсе де өте оңай, сумкаға салып жеңіл сувенир ретінде. Және жеке-жеке алып кетсе де болады. Ал енді мына Шатыргүл деген бұл бұрынғы кездегі өте көне кілемнің ішіндегі бір элементі. Шатыргүл, омыртқа гүл. Менің анамның портреті, осындай портреттер елдер. Қазіргі сол бірдің ата-бабамыздан қалған дәстүрді жоғалып кетпесін де осындай заманауи сәйкестендіріп жатқан жайымыз бар. Мынау біздің Қарахан, Содан кейін мынау шетелден келгендер, мысалы мына Қарахан деген алып кетеді. міне Қарахан, кішкентайлар. Мынаны ағашын өте ыңғайлы қойған. Егер ағашсыз болса, мынау қыстырылып тұр, ешқандай қағылмай. Егер мына қылсам, мына бұрынғы кездің кітапшасы қылсақ, сумкаларына жеңілгенде алып кете береді. Мынаның бәрі узорлар, жаңа көне кілемнің ішінен алынған элементтер. презентабельный жасау керек. Енді әр жерде білесіздер, мысалы Европада қол өнерін дегенде, ол жерде Япония сияқты білесіздер, сіз білесіз қол өнерді және. Олар прям нақты, прям геометрический тазалық не бар. Қол өнер дегенде, мысалы Европаға ол қолдан шыққандықтан біз бұл жерде мысалы жүрмей егіп жасайды. Біз станок алмаймыз. Біз дайын, Бішкектен уже жасалған келген заттарды алып ойып оны, одан сырмақтар өйтіп жасамаймыз. Бізде жасасақ қолмен, оң қолымызбен, бізде машинка жоқ. Мына кісі бұл жерде біліп тұр, бұл кісі таниды. Ол жерде жүргеніне көп жылдар жүрген өнерін былай оң соң көрген адам біліп тұр. Мысалы, сондықтан бұндай жұмыстарда в любом случае мынандай кішкене шығын қатар, живой керек.
Мынаның сал ішіндегі өзім суретші болғаннан кейін ішіндегі композициясында өзім ойлап табам. Осын салу үшін арнайы Айша бибиге барып түгел зерттеймін. Саламатсыздарма, менің атым Голубинская Елена Алексей-кызы. Мен суретші, көрінер. Конкурсная работа называется «Мироздание». Это стихи, как человек переживает. Әлем жарат. Космический монтаж. Это слияние двух стихий. Женщина в виде дерева и мужчина представлен. Мужчина – это у нас вода, и женщина – это дерево. Источник плодородия. Чтобы получили какие-то плоды, обязательно женщина должна быть позже нуля, а этим становится мужчина. Он ее лелеет, любит, да? Носит свои дары. Вчера, когда готовились 2 часа, говорили. И благодаря этому женщина, она цветет, она пахает, и плоды наши детки. Если это мальчик, то мальчик занимается, и они в этой же технике выполняют свои сумки. Такой вариант, такой. Басмуттан жасалған разилерін салбатыстармен. Мына енді мен конкурста арнаған жұмысым. Кеше түнде аяқ шақырып тұрдым. Я просто... Приготовилась. Ал мынау несін, шет-шетін бәрі шет-шетін бөліп конкурсқа дайындаған жұмысым осы менің. Ал енді осымен бірге тағы да алдымызға жаңа айтып отырмыз ғой, шопер деп. Мынау да енді баспұрдан кішігірім шопер, студенттер мен де химешек деген бағада. Енді ол қосымша ғой. Мына енді соны, мынау мысалы сырға бой жетпес қыз бар екен ғой деп, бойына түйіп сөйтіп береді. Бойымен сөйлеген адам сол. Бойымен әшейін сөйлеген адам. Сонымен қатар жаңағы айттым иә мынаның бәрін. Жүніңіз айтыңыз. Жүнге келсек, жүн енді мынау енді аналарға, әжелерге керемет мынау енді жаңа айтып кеттім ғой, біздің бәріміздің аулақтарымыз жүн ғой, өзіміздің жабылып жеп. Аналарға енді керемет болады. Мынау деген әшейін Қытайдың несін тойда іліп атамыз ғой. Я хочу представить вам техники приколы. Называется лотос. Тут идет связала я его из хлопчатобумажного шнура. Связала за 2 недели, полностью кизали гемы. Создали мы его вместе с мужем. Каркас, да? Из карагача полностью. Все. На изготовление у меня ушло 2 недели. Потом я его, так как я люблю ребенка, я его сделала для своего сына 4 месяца. И также потом до 30-40 килограмм Как медитации я готовлю качели в процессе. Здесь у меня эти элементы казахского орнамента. Там момент с наличием сейчас она тоже в наличии есть. Просто мне стойки у нас жаңағы жетпіс ұжымдар ана партия соның ішінде 6 адам бізде коляскамен қайтады. 13 адамға валидіміз бар жаңағы. Қазақша жоқ дейді да. Содан кейін екінші қызымыз Компликова Зухра, ол түсінде жаңағы
жұмыстары мына қазақи бұл да журда сабақ береді, мұғалім, бәрінің осы жерде тұрғандардың 90